Сәлем достар, сіздермен бірге мен Гүлназ. Бүгін сіздермен жұмсақ, үлпілдек, керемет болып шығатын бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Құрамы өте қарапайым. Сіздер осылай жасайтын болсаңыздар, келесі жолы да тек осы рецепті пайдаланатын боласыздар. Ең алдымен ыдысқа жылы су, бір ас қасық қаймақ, ашытқы, қант, тұз және кішкене сұйық май құйып, араластырып, үстіне електен ұнымызды өткізе отырып, қамырымызды илей бастаймыз. Қамырымызды жұмсақ қылып илеуіміз керек. Енді бетіне кішкене сұйық май жағып, 1 сағат көтерілгенше жылы жерге қоямыз. Неке біздің қамырымыз үлпілдек кереметтей болып шықты. Енді қолымызбен осылай жая отырып, кез келген насатканы пайдалануға болады. Міне осындай насаткаларды пайдалансаңыздар, бірақ мен осындай қалбырды пайдаланып, шетінен бастап бауырсақтардың барлығын ойып алдым. Неке барлығы біркелкі болып шықты. Енді 20 минут бөлме температурасында қалдырамыз. Осылай көтеріліп, әдемі болып шықты. Енді орташа отта қызып тұрған майымызды пісіріп аламыз. Бірінші беті пісті, енді екінші бетіне аунатамыз. Екі бетін біркелкі қылып алуға тырысыңыздар. Неке бауырсақтарымыз дайын, пісті. Неке бауырсақтарымыз кереметтей болып пісіріп алдық. Сіздерге де осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.